контекст есеп сонымен бітеді, иә? Уже 4-ақ есеп қалды, бітті. Мгм. Өткенде мынаның бір екеуін шығарғанбыз, бірақ ол кезде шашырап бөлініп тұрған. Бұл жолы барлық есеп бірге екен. Төртбұрыштың периметрі. Периметр табу үшін барлығының ұзындығын табуым керек. Дұрыс па? Давайте. АВ. АБ координата и АБ ұзындық. Иә? Сосын БС координата, БС ВС ұзындық. ұзындық. Сосын СД координата, СД ұзындық. СД ұзындық. И АД координата, Координата АД Иә. ұзындық. мына жерде АД ауысып ұзындық. кетті. Жарайды, ауысып кетті. Ал кеттік. АВ деген. АБ деген ол Б-дан А-ны жеті. азайта салам, бағанағыдай ғой. Иә, -7. -2 плюс 5, 3 па? -7. Иә, 3. 3 қой, өйткені мынау минус. Иә, 3, 4. Иә. И 3-тің квадраты 9. 9-ға 4 қосқанда 16, 25, 5 бола ма? 3, 4, 5 уже египет 3 бір шығып. Б-сын айтыңыз ал. С-дан Б-ны азайтамын. 7 7, и 2. 2. 7 квадрат, 49. квадрат. 49, 16 ма? Сонда 2-ның квадраты 4 емес пе? Ой, 2 екен ғой мынау. 4, иә? Иә. Сонда Иә, 3. 4. Дұрыс айттым ба? Иә, иә. С-дан айтыңыз. Так. Минус Так, екі. минус 2. Минус 2 -2. и минус 4. Минус Модулі 4. минус 2 квадрат, квадрат, минус 4 квадрат, иә? Сонда болады 4 қосу Түбірасты 16, 4 қосу 16. түбірасты 20. 20, түбірасты 20. Енді А-дан айтайық. 8 и 2, иә? 2. 8 16, 16-ға 4. квадрат. Ой, 64, 64-ке 4, 68 ба? Енді П деген барлығын қосындысы ғой. 5 қосу түбірасты 5 қосу түбірасты 20, қосу түбір 68. Келсесіз ба? Осылай Иә. жауап бар ма? Так. Жоқ, мынау келмейді. Мынау келмейді. Мынау келеді. Бірақ 2 Бірақ 2-ні шығарып жіберіпті. Ладно, шығарайық. 5 қосу түбірасты 53. Мына 20 деген ол 2 түбірасты 5 емес па? Иә. Мынау 4-ке бөлсем 2 түбірасты 17. Дұрыс айттым ба? Иә. 2-ні шығарған уақытта андай ғой. Иә. Түбірасты 53. 2-ні шығарып жіберген ғой. Түбірасты 5 қосу түбірасты 17. Дұрыс айттым ба? Вот. Иә. Иә. Ештеңе етпейді. Кеттік ал. А бұрышының косинусы. Міне, А деген қайсы еді? Құдай, көрінбей тұр ғой. А деген мынау екен. А бұрышының косинусы. А бұрышы мынау емес па, иә? Иә. Мен балам. Не? А, Б, Д деген. Мынаны мен 3 қабырғасында білуім керек. Дұрыс айттым ба? Иә. АБ мен АД қой уже. АБ 5. АБ 5. АД ше? АД қанша еді? Үстінде. АД 68, иә? Иә. АД түбірасты. Енді мәселе Б-дан табу керек. бағанағыдай таба салам ғой? Иә. Давай. Д-дан Б-ны азайтады. 5 минус 2. Келсесіз ба? 2. Иә. 25, 25, минус 2 квадрат. Түбірасты 29. Иә, түбірасты 29. Мынау түбірасты 29 болды, короче. Косинустар теоремасы жасасам бола ма? Иә, косинус бұрыш А. Давай. Так, 5-ның квадраты қосылған түбірасты 68. 5 квадрат қосу түбірасты 68. Түбірасты 68-дің квадраты азайтылған. Асты 2 көбейтілген 5 көбейтілген түбірасты 68. Мынау керек емес. Мынау 25, 68, 29. Дұрыс па? Асты 10, түбірасты 10 түбірасты 68. 20, 17 дейсің бола ма? Иә. Мынау 4 көбейту 17. Болады. 2 шығып мынаны көбейтіл кетпей ма? Енді есептей салайық. Неше болды? 5, 4 64 болды. Иә. 20 түбірасты 17. Енді 4-ке қысқарып жерсем бола ма? Иә.
Иә. Қысқарсам 5 түбір асты 17. Бес. Мынау Ді. 16 ма? Бөлінген. Иә. Енді онда Енді жауап жоқ. 80. Иррационалдықтан А арылтам енді. Басқа вариант А жоқ. жауабы не екен? Иә, А Жеті, жауабы 17. 16 түбір асты 17. 5-ке 17-ні 85 бар. қойсам 85. 85. 85. Иә, болды. Сонда А жауабы бар. А жауабы. Иә. Мгм. Былай көрмей қалмасыншы. А жауабы шықты, короче. Кеттік, екі есеп қалды, давай. Асы Асы диагоналі. диагоналі. Асыны табу үшін асы и асының модулі. Дұрыс па? Давай. Мгм. С-дан А-ны азайтамын. Ана. 16. Асын таптық. Дұрыс па? Ал айтыңыздар. 10 квадрат, 6 квадрат. 136 ма? 136. 136 Төрт қандай санға бөліншеді, апайлар? 4-ке бөліне ма? 4-ке бөлінсе шығады. Бөлінеді екен. Бөлінеді. Онда 2 түбір асты 34 болады. 4-ке бөлгенде. Хорошо? Д жауап. 4-ке 34 көбейтсем 136. 34 қала береді, 4-тің түбірі 2. Үмітті, иә. Кеттік, соңғы есеп екен, бізге BF биіктігін тап дейді. F. Иә, BF. Енді F-тің координатасын таппаймыз, өйткені F-тің координатасы есепте берілмеген, және мына жерден былай есептегенде қисық болып кетеді. F -1-де 1 болмайды. Жарай ма? Енді BF-ті табу үшін не істесем болады? Кімде қандай вариант бар? Идеана дегенде қолымыз қолыма. Биіктік. Былай алсам бола ма? Мынау артық болып кетті. Мынау B, мынау F, мынау тік болмайды ма? И мынау А. Иә, болады екен. белгілі. А-бы менде 5 еді ғой бағана. Еще AF-ті білмеймін, бірақ мынаны білемін ғой мен. Косинус бұрыш А-ны бағана таптым ғой. Қанша еді? Түбірас. Міне тұр. 16 түбір асты 17 бөлінген 85. 16 түбір асты 17 бөлінген 85. Солай ма? Иә. Енді BF-ті табу үшін синустар теоремасы асасам бола ма? Синустар теоремасы емес, тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы деген. Бола ма? Жоқ, косинус болады. Косинус беріліп тұр ғой. Косинус болу үшін мен бірінші AF-ті тауып алым керек, иә? Ал кеттік. Косинус бұрыш А тең, қалай еді? Іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы емес па? AF-тің AB-ға қатынасы. Дұрыс па? Енді орнына қояйын. 6 түбір асты 17 бөлінген 85 тең болады. AB 5-ке тең, AF белгісіз. Енді пропорциядан AF-ті таба салайын. Мынаға мынаны көшсем 90 түбір асты 17 бөлінген 85, е? 5-ке қысқарып жүрейін. 17, мынау 16. 18 ба? Түбір асты 17. 90-ды 5-ке бөлсем 18 ба? Иә, 18 екен ғой. Осындай шықты AF. Енді BF-ті тау үшін пифагорға сала салам болды, иә? Иә, AB квадрат минус AF квадрат. Дұрыс па? И түбір. Давай бірге шығарайық. AB деген 5 қой. 5 квадрат минус мына 18, иә? 18 квадраттасам 324 па? 17. Мынау 17 көбейту 17. Келсіз ба? Иә. Қысқарып кететін екеуі. Иә, қысқарта салайын мыналарды. Сонда мынау 25 минус 324 бөлінген 17. Ортақ бөлімге келтірем. 17. Әкел телефоны берші. 25-ке 17-ні көбейтем, е? 25 көбейту 17. 425, 324 азайта салам. 101 дейді ғой. 101-ден түбір шықпайды ғой, дұрыс па? Мен шатасып кеткен жоқпын ба бір жерден? 90 бөлу 5. Я, 18. AB менде 5, 5-тің квадраты, 18 көбейту 18. 324, я. Анау, 17 мен 17 кетті. 17. 25, 25-ке 17-ні көбейтем. 425,
Одан 324 азайтамын. Осы қайдан шықты? 101 шығып тұр. Бірақ ондай жауап жоқ. Солай ма? 101 еще бізде жүктелмейді да ғой. 101 деген жай сан емес па? Жейсің. Несі? Қай жерден қателік кеттім айтып жібере салыңыздар. Мен мына жерде бірдеңеден қате кеткен сияқты болып тұрған сияқты. Үшінші қайттан қарап жүрейікші, 16, 17 ма точно? Мана біз дұрыс алған жоқпыз ба? Косинусты ма? Косинус қайсы еді ол? Осы ғой, иә? Дұрыс. Иә, дұрыс. Дұрыс сияқты, мына жерде мен қателік жібермеген сияқтымын вроде. Қараңыз, үсті 64 дұрыс қой. Просто мынадан азайтсам -4, мынадан 4 азайта салым 64. И 4-ке қысқарттым. 64-ті 4-ке бөлсем 16 шығар? Иә, 16. Иррационалдықтан арылттым. 5-ке 17-ні көшсем 85. Жоқ, бұл дұрыс. Он алтыны 5-ке 5, 6, 7, 8. Мына жерде шатасып кеттім ғой. 16-ны 5-ке бөлсем 80 екен ғой, мен 90 деп жеттім ғой. Солай ма? Бәсе? Енді 3 ойда. 5-ке бөлсем 16 мына жер. Бәсе, бір деген. Бағана 16 деп өзім ойлап едім. Мынау 80, иә? Мына өшіре салайын, қазір миды ашып жібереді. Қазір сонымен бітеді. Ана жерде Б-ні Б-қа ауыстырып жіберіңізші. Ау. Б-ні Б-қа. Б-Ф па? Иә. Қараңыз, мынау қанша болды сонда? 80 болды, иә? Мынау 16 болды. Дұрыс па? Енді кеттік. 25 минус 16-ның квадраты қанша еді? 256, иә? 256. Мынау 17. Асты 17 көйтіп 17. Дұрыс па? Мынау кетіп қалады. Енді шығатын шығар енді. 25 минус 256 бөлінген 17. Вот. Ортақ бөлім 17. 17-ні 25-ке көбейтем, 425 и минус 256. 169. Солай ма? 169-дан 13 шықпайды ма? Тыбырасты 17 бөлінген 17. жауабы. С жауабы. С жауабы. Вот шықты. Хорошо? Иә. Енді аудан дейді. Мана таптық қой нелердің бәрін. Жауап АБС-ды. АБС-ды тіктөртбұрыштың ауданы дейді. Так. Аудан табу үшін не керек бізге? АБ мен С-ді көбейтсе соқпам. Жоқ, мына тіктөртбұрыш емес қой. Төртбұрыш қой. Тіктөртбұрыштың аудан формуласы былай еді ғой. С тең 2-ден 1, Д1 Д2 көбейтілген синус альфа. Солай емес пе еді? Төртбұрыштың ауданы. Солай ма? АС диагональ білеміз, ал БД-ні табу керек, или БД таптық қой біз? Таппадық. АС-ні білеміз ғой, АС-ні таптық қой. АС-ны таптық, иә, БД-ні таба саламыз. Мәселе синус альфаны қалай табамыз? Синус альфа деген мынау ғой, 2 диагональдың арасындағы бұрыш, сүйір бұрыш. Солай ма? Егер де бір үшбұрышты қарастырсақ ше, сосын соның бұрышын таба салсақ, олай жарамай ма? Болады. Бұлай көрейікші. Бұлай көрейік. С үшбұрыш АБД қосу С үшбұрыш БДС десем бола ма? И екеу қоса салсам аудан шыға келеді ғой. Енді С үшбұрыш АБД, яғни мына үшбұрыш қой, мынау. Енді бұны табу үшін бағана мен биіктікті білем ғой. 2-ден 1 А3-пен шығара салсам да болады ғой. А деген ол АД. Дұрыс па? H деген ол БФ. Дұрыс қой? Сонда 2-ден 1 АД қанша еді? Таптық қой. Түбірасты 68. 68. 68. Иә, түбірасты 68. БФ-ті бағана таптық, иә? 13 түбірасты 17.
Бөлінген 17. 17 бөлінген 17. Дұрыс айттым ба? Иә. Енді 2-ден 1, мынау деген 4 түбірас, 2 түбірас 17 ғой. Иә. Көбейтілген Мгм. 13 көбейту түбірас 17 бөлінген 17. Мінекей. Мына Тек үшеуі 17 қысқарып мен кетеді, иә? кетеді. Иә. Мынау мен мынау Иә, қысқарып иә. кетеді, сонда 13 шықты, короче. Иә. Мынаны Онда 13. аударыңыз. Енді мәселе мынаны табу керек, мынаны. Бұл Екеуін осы ма? қоса саламын. Так, бұның аударымы Геронға салсақ бола ма? ау. Геронға салсақ. Геронға салсақ ұзақ болып кететін шығар мынау. Скаляр Осы синус көбейтуге салсақ қалай болады екен? мен геронға қойдым да. 13. Мынаның ауданы. Мына бұрыш белгісіз болып тұр ғой. Мына бұрыш. Бағана біз бұрышты табу үшін не істедік? Косинус бұрыш аны табу үшін. Неге салыппыз ғой? Солай салып көрейік. Иә? Мынаны тауып алайық. Мынаны. Б-сы қанша еді, апайлар? Б-сы мен С-дан тауып алайық. Б-сы түбірасты 53, түбірасты 20. Түбірасты 53, түбірасты 20. Енді Б-ды бар ма бізде бағана? Б-дан таппадық, иә? Әлде бар ма? Таппадық ау. Таптық. Түбірасты 29. Не таптық? Иә. Түбірасты 29. Түбірасты 29. Енді косинус бұрыш С-ны тауып алайық бағанағыда, иә? Иә. Давай. Мгм. 53-тің квадраты. 53-тің квадраты 53 дей салайыншы. қосылған түбірас. Қосылған 20, 20. азайту 29, иә? 2 түбірасты 53, көбейту түбірасты 20. 53 көбейтілген 20. 73-тен 29-ды азайтам. 44 дейді. Асты 2, 53 жіктелмейді ғой бізде жай сан, иә? 20 деген ол 2 түбірастында 5. Түбірасты Ба? 5. Мыналарды қысқартып жіберейін. Сонда 11 бөлінген 53-ке 5-ті көбейте салайын. 256 дейді. 200. Осындай Және 14 сан шықты. Ол Енді шығады ғой. маған мынандай 256 деген 14-тік емес пе? 16 емес па или 14 па? 16 ма? 16 256 түбірасына шығады ғой. Иә. 11 бөлінген 16, иә? Иә, қарамаппын ғой. 11. 53 көбейту 6. Қазір, иә? 53 көбейту 6 емес, 5 екен ғой. 53 көбейту 5. 265 екен бәс, иә? 256 емес. 265 екен. Онда түбір шықпайды. Дұрыс па? Иә. Онда солай қалады. Солай қала тұрсын енді. 265. Енді мынау солай болды. Енді мен бағанадай биіктік жүргізбеймін ба? Иә. ДК дей салайын. ДК-ны табу үшін мынау белгілі, мен бірінші К-сыны тауып алайын. Не, былай сала салайыншы. Не. Мынау Д, мынау К, мынау С. Маған осы С бұрышы белгілі, және не белгілі? С да белгілі екен, түбірасы 20 екен. Енді маған ДК керек екен мынау. Бұны табу үшін маған іргелес бір қабырға тағы да косинус болып тұр. Дұрыс па? К-сыны тауып алайын, давай. Косинус бұрыш С қалай еді? Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштың косинусы іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Дұрыс па? Енді К-сыны табу үшін екеуін көбейте салады екен ғой. Яғни 11 бөлінген түбірасты 265-ті мен көбейткен түбірасты 20. Түбірасты 20. Дұрыс па? Сонда 11 түбірастында 20 бөлінген 265 екен. 265-тен түбір шықпай ма, көрейікші. Жіктеуге болады шығар ең болмаса. 265. Жоқ, болмайды екен. Онда мынадан 2 шығады, 22 түбірастында 5 бөлінген 265 болып тұра берсін. Енді маған ДК керек қой, иә? Мында жазам.
ДК. Ана жерде 265, если не етіп жүктесек, түбірасты 5 пен 53-ке қысқартып жүрсек, сонда түбірасты 53-тен 22 болып кетпей ма? Қай жер? Мына 265-ті 53 пен Иә. 22 Қысқартып жүрсек. түбірасында 5, мынау түбірасында 53, көбейту түбірасты 5 қой, иә, дұрыс айтасың. Мынау мен мынау қысқарды. 22 бөлінген түбірасты 53, ең болмаса осы шықсын. Енді ДК-ны табу үшін ДС-ның квадратынан К-сының квадратына азайтып түбірден шығармайын ба? Иә? Тең. Сонда ДК тең. ДС қанша? Түбірасы 20, 20 дей салайыншы. Мынаның квадраты асты 53, 22-ні 22-ге көйсең қанша? 484 дейді. Түбір. 53, иә, ортақ бөлім. 53 көбейту 20, 460. Ой, терістен шығып қалды ғой мына жерде. Неге олай істеді? Қателесіп кеткен жоқпыз ба? 73, 44, иә? Мынау мен мынау қысқарды, 11 қалды. Енді косинусы іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. К-сыны табу үшін мына екеуін көбейтіп жібердім. Дұрыс па? С-да менде түбірасы 20. Сонда 11 мынау осылай шықты, қысқартып жібердім, мынандай шықты. Анау 53. Қайтадан бір рет көрейін. 53-ті 20-ға көбейтем, 1060. Өзім қателесіп отыр екен ғой, кешіріңіздерші уже. Шаршап кеттім. Минус 484. 576 екен. Түбірасты. 576-тан бір сан шығушы еді ғой. 28 беді, 27 меді. 576. 24 бәсе? 28, наверное. 24 екен. 26 ол 676. Сонымен ана С, В осыны таба салайық, тез. С-ка шықты ғой, иә, в общем. Енді S-ті таба салайын, давай. S тең 2-ден 1 формула айтайықшы. Иә. BS табан, иә? И ДК биіктік. Дұрыс айттым ба? Сонда 2-ден 1 БК қанша? Ой, BS. BS. Түбірасты 53 па? BS бізде 53 па, иә? Түбірасты 53, ана екеуі қысқарып кетеді ғой. BS Осы қанша? түбірасты 53 тұр қой. Не тұр ғой осы түбірасты 53? Жаздыңыз ғой 53 деп, түбірасты 53. Түбірасты 53, мен БК деппін ғой мына жер. BS. Ал 53 пен 53 қысқарып кетеді, ана 24 екеуі бөлінген ДК қанша? 22 бөлінген түбірасты 53, иә? Ана 24 таппай. 24. 24, 12. Жоқ, 24. Неге? 24 анда. Ана 24 бөлінген 53 болып тұр ғой. Сонда 12 болады жауап. 24 екен ғой, 24. Сонда 12 болады. Сонда 12. Енді соңғы жауап 2 үшбұрышты қосам. Анау 12 шықты. Анау 13 шықты. 25. 25. Ондай жауап жоқ. 25 деген жауап жоқ. Мынау меніңше, апайлар, точно сенімді емеспін, бірақ мен мына есепті екінші вариантпен шығарып көрдім де, сол кезде де 25 деген жауап шықты. Қазір көреміз ба, уақыттарыңыз бар ма? Екінші вариантпен шығарып көрейік. Тоже 25 шықты менде. Не үшін 26 деп көрсетіп тұрған білмеймін, меніңше мынау 25 болатын сияқты. Екінші вариантты көрейік шын. Екінші вариантты көрейік, жақсы. Қазір мен онда мынаны. Қазір, иә. Тоже менде 25 шықты. Сосын мен мүмкін осылай көру керек шығар дедім, бірақ қазірдің өзінде де дәл солай жауап шығып тұр. Міне көрейік. Мүмкін мына 26 деген 25 шығар. Иә? Көшіріп алайын. То қазір қайта қараймыз. Ал кеттік. Бізде не? S тең бағана диагоналмен шығарғым келіп тұр.
диагональ ма? Иә. D1, D2 бір көбейтілген синус альфа емес па? Иә. иә Енді D1 деген Иә, ол иә. асы. Дұрыс па? Асыны жетен Иә. D2 деген ол BD. Екеуі де бар ғой. Асы қанша еді? иә Асы BD. Асы 2 түбірасы 34, анау 29. 2 түбірасты 34, мынау түбірасты 29. Дұрыс па? Енді синус альфа. Қараңыздар. Аха. Мен мынаны вектор ретінде қарастырамын. Яғни BD векторы және де асы векторы деп. Осы жерде арасындағы екі вектор арасындағы бұрышты скаляр көбейтіндімен табуға болады ғой? иә Иә. Иә, болады. Бірақ косинус болады, иә? Косинус фи. Естеріңізде ме? Косинус фи. Ол бізде асы модуль көбейтілген BD бөлінген асы модуль көбейтілген BD модуль емес па? Бөлек-бөлек. Енді осы жерде асы деген не? түбірасы 34 Асы мен BD-ны қалай табамын? Бірінші, бағана асы мен BD-ның координатасын суретке түсіріп алайыншы. Координаталарын көбейтеміз ба? Координата керек, иә. иә Суретке түсіре он салайыншы мен- қазір. 10-да 6, сосын BD 5-те -2. Солай ма? иә 6 5 минус 2 Короче, асы 10-да 6 болды ма? 6 иә 5 BD минус 2 5-те 5 минус -2 болды. Енді қараңыз. Модуль скаляр азайтылған көбейтінді мына 29. x1, x2, y1, y2-ны көбейтіп қоса салмайын ба? иә 10 иә көбейту елу 5. Иә, иә. Мына жер минус болып кетеді. елу Өйткені азайтылған минус болды. 24 Иә, 6 Ой. көбейтілген 2. Дұрыс па? 12 Енді асының модулі біз бағана таптық. 2 түбір асты 34, Екі BD түбір түбір асты. асты 29. Енді үстінен не шығады? 50, 50-ден 12-ні азайтсам 38 ба? 38. Асты 2 түбір асты 34-ке 29 көбейте салайын. 2 мен 38 қысқарады ғой, сразу қысқартып жіберсек ше. Иә, қысқартам қазір. Екеуін көбейтіп алайын. 29. 34 көбейту 29. 986 екен. Енді екеуін қысқартып жүрейін. 19, 986. Келсес ба? Мынандай 36 бірдеңені түбіреміз ба? Енді маған синус фи керек қой, косинус фи керек емес. Да. Онда 1 минус косинус квадрат фи болмай ма? Осылай формула бар ғой. 1 минус 19 бөлінген 986 түбір квадрат. Дұрыс айттым ба? Иә. Енді 1 минус 19-дың квадраты 361. Мынаның квадрат 986 қайтадан шығады. Иә. Дұрыс па? Ортақ Енді бөлімге кетіреміз. есептесем, 986-дан 361-ді азайтам. 625. Анау 986 тұра береді. 625-тен бізде 25 шықпайды ма? 986 тұра берсін түбірде. Енді орнына апарып қоям. S тең, ал айтыңыздар. 2-ден 1, D1 деген 2 түбірасты 34, 2 Түбірасты түбірасты 34. Анау көбейтілген түбірасты 29, Түбірасты 29. көбейтілген 25, 986. Солай ма? Қараңыздар, Иә, 34-ке 29 көйсем, как раз осы шықпайды ма? Үшеу жоқ болып кетті. 2 мен 2 жоқ болып кетті, сонда 25 шықты. Көрдіңіз ба? Бәрібір сол жауап шығып тұр. Сондықтан менше мынау Сонда апелляцияға берілетін нәрсеге? берілетін есеп сияқты сұрастырып көру керек. Менше мынау 26 емес, 25 болатын сияқты. Хорошо? Ну, екі вариантты бір жауап шығып тұр. Екі вариантты да 25 шығып тұр. Көрдіңіздер өздеріңіз. Биіктікпен де шығардық, скаляр көбейтіндімен де шығардық, бәрібір сол жауап шықты. Все, болды онда. Рахмет апай, сау Аха. болыңыз. Сау жүресіз ғой, иә, осыны? Әрине салам, аха, қазір записьті тоқтатып. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар.